Халқымыздың сан ғасырлар бойы қалыптасқан жауынгерлік өнерінің бүгінгі жалғасы қазақ күресі. ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енген ұлттық күрестің еліміздегі үйлестірушісі Қазақстан Республикасы Қазақ күресі Федерациясы. Елімізде қазақ күресімен шұғылданушылар статистикасына сүйенсек, 2014 жылы 102.840 адам, 2015 жылы 103.115 адам, ал 2018 жылы 116.082 адамға өскен. Ағымдағы жылы спорттық бұқаралық іс-шаралардың бірыңғай күнтізбелік жоспарында 81 іс-шара атқарылды. Оның ішінде жасөспірімдер арасында, жастар арасында, ересектер арасында жарыстар өткізілді. Балуандардың спорттық дайындығын арттыру мақсатында халықаралық деңгейдегі 4 оқу-жаттығу жиындары өтті. Ұлттық құрама балуандары Грузия, Моңғолия, Әзербайжан, Польша елінің балуандарымен тәжірибе алмасты. Ал қазақ күресінің дамуына жағдай жасайтын мамандардың біліктілігін арттыру барысында жаттықтырушылар мен төрешілерге арналған 5 семинар, 1 біліктілік арттыру курстары өтті. Ұлттық күрестің олимпиада бағдарламасына ену жолында халықаралық деңгейдегі жарыстардың алатын орны ерекше. Ақтөбе қаласында өткен әлем чемпионатында ұлттық құрама балуандары ел қоржынына 5 алтын, 1 күміс, 2 қола медаль салды. Моңғолияда өткен Азия чемпионатында ел құрамасының балуандары 3 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль иеленді. Алматы қаласында өткен әлем барысы абсолютті әлем чемпионатында 4 балуанымыз қатысып, Айбек Нұғымаров күміс белбеу, Мақсат Исағабылов қола белбеу тағынды. Тұңғыш рет өнер саласының өкілдері арасында өнер барысы турнирі ұйымдастырылып, халықтың ыстық ықыласына ие болды. 2019 жылы алғаш рет спорттық клубтар арасында Қазақстан Республикасы кубогы үшін жарыс өтіп, Жамбыл облысының жекпе-жек кәсіпқой спорт клубы жеңімпаз атанды. Қазақ күресінің құрамдас бөлігі болып табылатын белдесу күресінен Шымкент қаласында тұңғыш рет Қазақстан Республикасының чемпионаты ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасы Қазақ күресі Федерациясы ұлттық күресті бүгінгі күннің талаптарына сай дамыту барысындағы жұмыстарын одан әрі жалғастыра береді. Елімізде және халықаралық ареналарда қазақ күресінің өркендеуіне үлесін қосып жүрген серіктестерге алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитеті, Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қоры, спорттық жекпе-жек және күш қолданылатын спорт түрлері конфедерациясы, халықаралық қазақ күресі федерациясы, Қазақстан барысы қазақ күресін қолдау және дамыту қоры, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қазспорт телеарнасы.